Құрметті қатындар мен мырзалар, сіздермен бірге тез көке. Бүгін біз бір шапалақ адам деп аталатын анименің 3 маусымының 2 бөлімін қарайтын боламыз. Ең үздік комментарийлер видео кіреді, ал дәстүр бойынша жұрттарыңа құрт лақтырыңдар. Сонымен Амилайды бөлшектеп тастағаннан кейін Гаро жараларын шүберектермен таңып жатыр. Оған тағы 2 құбыжықтар секіріп түседі, бірақ олар өте әлсіз. Гаро таре оны сыртқа шығармақ болады. Сол сәтте олардың жолын Ақтөс атты қуатты құбыжық ит бөгейді. Баланы қауіпке ұшыратқысы келмей, Гаро итті агрессияға итермелеп алмау үшін ақырын артқа шегінеді. Басқа коридорда олар тағы 3 құбыжыққа тап болады. Душ басы, бір мүйіз және супер тышқан. Гаро бірден шабуылға кіріп супер тышқанға және душ басына соққылар жасайды. Тебумен ол бір мүйізді коридорға ұшырып жібереді. Қараңғыдан өте ашулы Ақтөс шығады. Ит аузынан от шығырып атып супер тышқанды және душ басын өлтіреді. Қабырғаларды қирата отырып Гаро оттан жалтарып үлгереді. Осы уақытта Сайтама манганы оқып отыр. Иттен қаша алмайтын түсінген Гаро шайқасты қабылдауға шешім қабылдайды және Тареоға жасырынып қалуды бұйырады. Ешкімді де көргім келмейді, көңіл күйім осындай. Ешкіммен де жүргім келді, кеттім бәлкім қосылмай. Керек жарақтарыңды алып, маған маза берерсің. Бір күні қайта келерсің, сол кезде бәлкім сенерсің. Маған енді сұрмай сезім әлі жүр, ал саған мүмкін бәрі. Маған енді сұрмай сезім әлі жүр, ал саған мүмкін бәрі. Төбені тесіп өтіп Гаро Гёро отырған бөлмеге құлап түседі. Телекинез көмегімен бастық құбыжық сынған бетонның бөліктерін қозғалтып Гароның қозғалысын салға ұшыратады. Гёро бәрі оның жоспарына сай өтіп жатыр деп есептейді. Ол түсіндіреді, қазіргі жағдайда Гаро күшейіп кеткен, бірақ әлі нағыз құбыжықтың күшіне жеткен жоқ. Ол үшін адам мүмкіндіктерінен тыс жүктемелер керек. Гёро адамдарды ДНК арқылы құбыжықтарға айналдырудың жолын тапқан. Бірақ мутацияланған 100 адамдар сынақтардан өтпей өліп кеткен. Гёро құбыжықтың патшасы Орочиді жасауда сәттілікке жеткен, бірақ ол Гародан одан да мықты құбыжық жасауға болады деп есептейді. Құбыжықтардың ішіндегі ең күштіге айналып, ол жер планетасындағы барлық супер қаһармандарды жоя алады. Құбыжықтарға бағынғысы келмей, Гаро телекинезді еңсеруге және бейімделуге қолы жетеді. Ол Гёроның басын жұлмақ болады, бірақ дәл сол сәтте оны Орочи ұстап алып басқа қабатқа сүйреп кетеді. Осы уақытта Сайтама өзінің ауданында серуендеп жүр. Гаро толыққанды құбыжыққа айналуына келсе қандай артықшылықтарға ие болатынын айтып береді. Күн тығылып яғасы қалады кешкі мұрт, қара түнек басты бұл қала жым-жырт. Нәжік ұйқысы жиналуда көшіге, жоспар бар бәрі дайын өшуге. Киінген денелер дара жолдың екеу бақылады, аспаннан қарақшының жетеу. Көші бойын жағалап шайтанның әскер, жымпері екі топ іске кірісе. Зәулім сарай мұнара қозғалыс орталығы, қыбыр-жыбыр миллиард байдың қалталығы. Қағазбен сәңесеп түнімен шамы жарық, күзетуде мықтылар, өйткені жанынары түнгі бизнесі қара алу сату. Жан тәні шаң бәрі бар теңге жарату, қызуда сауда, түнгі клуб дауда, шұбырған қалың топ жануда лаулап. Қарапайым серілер түнде салам әлік, даланың дарындары өлін жазумен әлек. Әкім халық тойлар, ақын жарықты бойлар, мәңге ұйқыдан құдай бар оятар. Төбеде ай шамы, ұйқысыз бай жаны, жастарға беймәлім, дүнектің майданы, наданың тайраны, білмейді пайданы, өттуді мінатын, өмірдің қаймағы. Төбеде ай шамы, ұйқысыз бай жаны, жастарға беймәлім, дүнектің майданы, наданың тайраны, білмейді пайданы, өттуді мінатын, өмірдің қаймағы. Гароның үлкен таңданысына ол Орочидің оның жекпе-жек техникасын көшіріп жатқанын байқайды. Ол шабуылға секіреді, бірақ құбыжық патшасының күшті соққысынан ұшып кетеді. Сайтама кәрізден шыққан бір түрлі дыбыстарды байқайды. Осы уақытта супер қаһармандар соққы жасағының жиналысында император бала жер астында 500-ден астам құбыжықтар бар екенін айтады.
Гомо Зек құбыжықтардың басым бөлігі әлсіз және қауіп төндірмейді деп ойын бөліседі. Атомдық самурай мен зомбимен болат рыцарьдың тағдырын сұрайды. Өйткені дәл сол болат рыцарь құбыжықтардың апанын тауып алған болатын. Шошқа құдайы мен қара жылтыр болат рыцарьдың әлі тірі екеніне сенімді және оны құтқару керек деп есептейді. Бала император, жылдам Флэш және Тацумаки шешімді түрде әрекет етуге дайын. Гомо Зек түрме киіміндегі құбыжықтарды өлтірмеуді сұрайды, себебі олар түрмеден ұрланған бұрынғы тұтқындар. Мүмкін оларды қайтадан адам кейпіне қайтарудың жолы бар шығар. Тацумаки мен жылдам Флэш Орочиға кім қарсы шығатынын талқылап сөзге келіп қалады. Зомби мен әріптестеріне негізгі миссияның мақсаты Нарынкиннің ұлын құтқару екенін еске салады. Келіссөздер бөлмесіне сүйкімді Маска кіреді және операцияға қатысқысы келетінін білдіреді. Алайда бала император құбыжықтарының апанына тек С-классы қаһарман түсетінін түсіндіреді. Сүйкімді Маска өзін соққы жасағының құрамына командир ретінде қосып қоюды сұрайды. Қалған қаһармандар оның нәпсі құмар бассыздығына таң қалады. А-класты С-класстарына команда бермекші. Барлығы ұрысып таласып жатқанда бөлмеге Кинг кіреді. Супер қаһармандар ассоциациясында оның беделі өте жоғары. Сүйкімді Маска көтіне кіріп, Кингті құбыжықтар апанына баратын жауынгерлік тапсырмаға өзін бірге алып кетуге көндірмек болады. Секингар мен Сич лифтпен жоғары көтеріледі. Секингар да жауынгерлермен бірге тапсырмаға бармақшы. Операция сәтті аяқталса, оны міндетті түрде көтереді. Ғимараттың шатырында оларды А-класты және Б-класты қаһармандар күтіп тұр. Секингар жауынгерлік тапсырманы түсіндіреді. С-кластағы қаһармандар ішке кіріп, кейпілді құтқарғанша құбыжықтар апанына кіретін есіктерді күзету. Мизуки шешімді, ал Нидлстар өзінің қаһармандық класын көтеруді талап етеді. Сичке Бэнк пен Бомбтың офиске келгенін хабарлайды. Екі қарт не болып жатқан сұрайды, алайда Сич Секингардың ескертуіне сай операция туралы ештеңе айтпайды. Кейін бөлмеге Кинг кіреді. Ол Бэнкке С-класты қаһармандар үшін шұғыл жиналыс өтіп жатқанын байқамай айтып қояды. Кинг супер қаһармандар ассоциациясының Бангаманы құтқару үшін құбыжықтар апанына шабуыл жоспарлап отырғанын түсіндіреді. Бэнк пен Бомб неге оларды шақырмағанын түсінбейді. Кинг Бэнкті құбыжықтар базасына Сайтаму мен Геносты әкелуді сұрайды. Апанда Гаро болуы мүмкін екенін түсінген Бэнк келіседі. Кинг өзіне күтіп тұрған соққы жасағына қайта оралады және қаһармандар тапсырмаға аттанады. Фубуки оны жауынгерлік тапсырмадан неге шеттеткені туралы ойланады. Ол бұл іске Тацумакиның қатысы бар екеніне сенімді. Бұл уақытта Генос жақында болған апгрейд туралы ойланып жүр. Доктор Кусено робот денесінің жауынгерлік қуатын күшейтті, бірақ толық күшін 10 секундтан артық қолдануға болмайтынын ескерткен. Әйтпесе артық жүктемеден Генос өліп қалуы мүмкін. Фубуки мен Генос Сайтама тұратын үйдің жанында бір-біріне кездейсоқ тап болады. Екеуі де пәтерге кіреді, бірақ Сайтама үйде жоқ. Осы жерде Бомб пен Бэнк жетіп келеді және құбыжықтар апанына шабуылдауға жиналып жатқанын айтады. Пәтерге Кинг те кіреді. Сайтама үйде жоқ екенін білгенде ол қатты паникаға түседі. Фубуки басқармақшы болады, бірақ ешкім оған мән бермейді. Генос қалғандарды алға жіберіп өзі Сайтаманы күтемін деп шешеді. Соққы жасағы қолдау күштерімен бірге оқиға орнына келеді. Көшеде оларды құбыжықтардың үлкен тобы қарсы алады. Тацумаки алға шығады. Секингар паникаға түседі. Император бала 150-ден астам құбыжық санайды. Құбыжықтар арасынан жаман көз алға шығады. Телекинез көмегімен ол бүтін ғимараттарды аспанға көтереді. Жаман көз супер қаһармандар өлтірген құбыжықтардың өшпенділігі оның күшін қоректендіретінін айтады. Ол ғимараттарды қаһармандардың үстіне құлатады, бірақ шабуылды Тацумаки кері қайтарады. Басқа құлаған қалдықтарды ұшып бара жатқанда қара жылтыр мен Гомо Зекті быт-шыт. Сүйкімді Маска өзден қорғай алмайтын әлсіз қаһармандарға жолдан кетуді талап етеді. Өзінің абсолютті үстемдігіне сенімді болған Тацумаки жаман көзді жыртып тастамақшы. Қалған қаһармандар соғысып жатқанда оларды снайпер құбыжық көздеп тұрады. Бірақ оны снайпер қаһарман ваншотпен өлтіреді. Шөптер атты қаһарман өсімдіктерді қолданады, ал құбыжықтарды аяқтап өлтіруге оған мұсылман мен көмектеседі. Айла жасап күлгін ниндзя бірнеше құбыжықты өлтіреді. Раушан гүлін тісіне қысып, Нарцисс атты қаһарман құбыжықтарды қолма-қол төбелесте ұрып соғады. Секингар және жылдам Флэш А-класты
кахармандар кубжуктармен өздері ақ жақсы күресіп жатқанын атап өтеді. Poison атты қаһарман құбыжықтарды карамбитпен жаралайды және ол уланудан өледі. Ұрысқа Мизуки қосылады. Meni atqın gelin Атомдық самурайдың шәкірттері әлсіз құбыжықтарды қырқып тастайды. Жылдан Флэш пен зомби-мен жан-жақтарына көз салады. Мұсылман мен келесі құбыжықтар тобын байқайды. Оларды басқарып тұрған мүйіз тұмсық. Әріптестерін таң қалдырғысы келген Нидл-стар шабуылға ұмтылады. Бірақ мүйіз тұмсық оны бір соққымен ұшырып түсіреді. А-класты қаһарман жауға топ болып жабылады. Арылғым келеді, үнімі ұстап тұрады бірдеңе. Өз-өзіме келем деп біраз болды жүргегеніме. Әлі де ауадамын, жоспарларымда ауада. Мен де бір өл атқардым, етте өліп қалсам да далада. Гёро болып жатқанда ұшатын дрон құбыжық арқылы бақылап отыр. Уақыт жоғалтқысы келмей мүйіз тұмсықпен шайқасуға атомдық самурайдың өзі шығады. Катанамен жылдам сермеп қарсыласының мұрнындағы мүйізін кесіп түсіреді. Мүйіз тұмсықтың денесі бөлшектеніп құлайды. Құбыжықтар топ-тобымен атомдық самурайға атылады. Жекпе-жекке қара жылдыр мен Мизуки қосылады. Гомо Зек комбо жасап үлкен құбыжықты бөліп жібереді. Аспаннан жаман көз құлап түседі. Тацумакиге ол тым әлсіз болып шықты. Император бала дронды атып түсіреді. Гёро келесі құбыжықтар партиясын дайындап жатыр. Секингар операцияны бастауға бұйрық береді. Мизуки шошқа құдайды жер асты өткеліне итеріп түсіре алмай жатыр. Ол өтетін жерге сыймай қалған. Бұл уақытта жеңілген құбыжықтар Гёроға шағымдануға келеді. Қаһармандары тым күшті болып шықты деп. Құбыжықтар бастығы әлсіздерді клубқа сығып, оларды Орочиның жеміне айналдырады. С-класс супер қаһармандары әр түрлі кіреберістен жер астына түседі. Сыртта оларды Секингар мен А-кластағы қаһармандар тобы қорғайды. Жылдам Флэш екі қарапайым құбыжыққа тап болады. Оларды өлтірген соң ол құбыжықтардың ұясымен терең коридорға қарай жылжиды. Оны мұнда ниндзялар ауылдан жерлестер, тозақ оты және қатты жел күтіп тұр. Раз, два, мен шығам алға. Біз қазақпыз, бізге әңгімең бар ма? Сен білесің бе? Қазақтарға секірме. Сені екі сөз күтеді, құтағымды же. Кешке далаға шығамыз, қаңғырамыз, как всегда. Қазақ сескенбе. Баса бер қазақ, ешкімнен қорықпа. Сыйламайтын адалдарды сындырып таста. Тағы не айтайын саған, айтатын сөз көп, саходу қадап таста. Тұра бермей күтіп йоу. Қазақ деген сөз, қара шаш, қара көз. Бізбен кездескен адам айтады, яйы бопай-ой. Так что қазақтар алға басыңдар, саспаңдар. Төбелестен соғыстан ешқашанда қашпаңдар. УВД деген жерлерге жоламаңдар. Біз қазақпыз деген сөзді ұмытпаңдар. Мен сіздерге айтатын сөзім қазақ тілін ұмытпаңдар. Орыстардың жаргондарын көп айтпаңдар. Бірақ керек кезде айтып қал, үндемей тұрма. Мен қазақпын, маған әңгімең бар ма? Тағы не айтайын саған, айтатын сөз бар. Ешкімді сен аяма, покажи свой удар. Егер аясаң оны, одан ештеңе шықпайды. Сен аяған адамдар сені аямайды. Қазақтың балалары өмір қиын болып барады. Біздің тамырымызда қазақ қаны ағып жатыр. Так что сатпаңдар. Ты ударил, ты убил, сен қазақсың, біз қазақпыз. Қазақша стиль, біз ешкімнен қорықпаймыз. Қазақша стиль, біз ұрамыз, біз атамыз. Қазақша стиль, біздегі қаға басамыз. Қазақ екенімізді бетіңе айтайын. Жылдамдықпен шабуылдап, жылдам Флэш екеуін де катанамен теңдеп тастайды.
өліп бара жатып тозақ оты мен қатты жел өзге біреудің ойында пешка болмас үшін күштірек болғылары келгенін мойындайды. Көпір құлап олардың бөлініп қалған денелері төменге құлайды. Жылдан Флэш жігіттер аз жаттыққанын айтып әрі қарай кетіп қалады. Жолда ол байланысқа арналған таратқышты жоғалтып алғанын байқайды. Император бала дәліздермен жүріп шошқа құбыжықты өлтіреді. Ол лабораторияны тауып ішінен болат рыцарьдың денесінің бөлшектерін көреді. Император бала бөлшектерді қарап шығады. Олар сынбаған, керісінше әдейі ұқыпталықпен бөлшектелген сияқты. Жат блогына қосылып, ол тұтқындар отырған камералардың орналасуы жөнінде ақпаратты оқып алады. Лабораториядан шыға бергенде оның жолын Феникс бөгейді. Тауық понт жасап, өзін Геро-Героның орынбасар екенін айтып мақтанады. Феникс тұмсығымен шабуылдамақ болады, бірақ көзге көрінбейтін тосқауылға соғылады. Император бала тауықты робот ерілгендерімен айналысады. Құбыжықтар тобы Ваганманы күзетіп тұрғанда камераға бақа кіріп патсаның бетіне секіріп шығады. Сөйтсе бақа противогаз екен. Құбыжықтар тұншыға бастайды. Торыны қиып камераға император бала кіреді. Кенет ішке балшық медуза ұшып кіреді. Газ да кәдімгі қару да оған әсер етпейді. Император бала медузаның денесін бензинмен толтырып өртеп жібереді. Патсан Ваганманы шыға беріс жаққа апан дәліздерімен алып кетпек болады. Олардың алдында G5 шығады. Император бала электрлі тұзақтар мен ракеталарды қолданады, бірақ робот оларды қылышымен шауып тастайды. Патсан G5-ке жабысқақ ракеталар атады да 3 ит роботты шығарады. Олар Optimus Prime сияқты трансформацияланып үлкен роботқа айналады. Ваганманы қолына ұстап, император бала оны жылдамдықпен сыртқа қарай сүйрейді. Солай достар, егер біздің видеоларымыздан лайк басып, комментарий жазып, қазақша контентті қолдаңыздар. Айтпақша таза піл денсаулықтың кепілі. Қарағандарыңызға рахмет. Қоштаспаймыз.